Спорт мемлекет мәртебесі мен ел мерейін үстеметер бірден бір сала. Бұл ретте спортты өркендету даму дағдылымыздың алғашқы сатыларының бірі. Осы ретте жуырда Жанама ауылдық округінде ұлағатты ұстаздар саналы ғұмырларын мектепке арнап бойындағы білім мен өнерді шәкірттеріне дарыта білген Тұрсын Қалдаманұлы мен Бақытқан Асылханұлын еске алу мақсатында еркін күрестен жасөспірімдер арасында аудандық ашық турнир жалауын желбіретті. Енді салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында болашағымыз жас балалар болғаннан кейін осы жақсы ізгі жолға түсу үшін осындай бір турнирдің себебі орайы туып тұр. Сондықтан да осы мектепке көптеген еңбектерін сіңген Қалдаман Тұрсын ағайымызбен бармақ, Бақытқанның жаңағы сол кісілердің атын ұйымдастырып, балаларымыз үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Шараға аталған арды азаматтардың жақындары, спортшылар мен ауыл тұрғындары жиналып, ұстаздардың халық үшін еткен еңбектерін еске алды. Осы мектепке көп еңбегі сіңген жандар ғой, соны ауыл азаматтары болып барлығы жиналып, осыны спонсировать етіп, ұйымдастырып отырғанына ризамыз. Елеп ескеріп, әкеміздің рухына қайта өзі тіріде болмаса да, көрінді бір аунаған шығар деп ойлаймын, қуаныштан енді. Сол барлығына ризашылығымыз білдіреміз. Сол екі ардагер ұстазымыздан білім алған шәкірттері бүгін Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек етуде, және де осы Жанама қазақ орта мектебінен алған білімін паш етіп жатыр. Сонымен қатар міне бүгінгі күнді жастарымызға бұл үлгі болатын бір іс-шараның бірі. Өйткені қазір балалар бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында спортпен айналысу қазіргі бір жақсы алға қойылған жұмыстардың бірі. Өздеріңіз білесіздер, жобаларға да тартылып жатыр, бұқаралық спорттарда ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі өзіміздің шәкірті осы мектептің Абылханов Жанат Серікұлының ұйымдастыруымен және де ауыл болып қолдаудың арқасында бүгін турнирде балалар еркін күрестен уже күресіп те жатыр. Жалпы додаға 150-ге жуық бала қатысып, бап пен бақ таласына түсті. Жас болса да жеңістен үміті мол спортшылар бос кілем үстінде әдемі айқас көрсетті. Әккі айла шебер тәсілдерімен көзге түсіп, жауырынын жерге тигізбегендер жеңіс тұғырынан көрінді. Бұл енді еркін күрестен өзіміздің ауданымыздан Алакөл ертен 150 бала қатысып жатыр. Енді бұл 150 бала енді осы жанысқа үлкен жеңіспен бәрі жақсы дайындықпен келген бәрі. Бәріне сәттілік. Бәрі енді осы жеңеміз деп келіп тұр ғой енді. Осы жарысымызда енді келесі жылдар осы ағайымыздың осындай жаңа үлкен деңгейде жылда осындай өткізуге енді осындай нәрсеге нәсіп етсін бізге. Командалық есепте жекпе-жек құрамасы 1-ші, Тарлан командасы 2-ші. Еңбекшілік спортшылар 3-ші орынның мінберіне көтерілді. Алтынай Қалиқызы, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.